Güzel құрметті әріптестер, мен Сардор Нұрғалиев атындағы нөмірінші орта мектебінің дебат жетекшісі Садықов Леспек Әлібек боламын. Бүгінгі жобамыздың тақырыбы старт пікірсайыстың бастауы деп аталады. Старт пікірсайыстың бастауы жобасының негізгі өзектілігіне тоқтала кетсек, бұл жалпы мектеп оқушылары арасында сөйлеу мәдениетіндегі қателіктер, оқушылар арасында көпшілік алдында өз ойын еркін жеткізу қабілеті, сонымен қатар сөйлеу техникасының әлсіз болуы қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы өзекті мәселені шешу мақсатында біз сынып жетекшілерімен, сонымен қатар психолог әріптестермен бірлескен түрде әр сынып бойынша оқушылардың сөйлеу қабілетінде, сөйлеу дағдыларында, сөйлеу техникасында, сөйлеу мәдениетінде әртүрлі қиындықтар бар оқушыларды анықтап алдық. Сол оқушыларды анықтағаннан кейін біз тікелей осы мәселелерді анықтадық. Мәселе бойынша бізде оқушылар арасында көптеген тұйық, өз ойын жеткізе алмайтын, көпшілік алдында сөйлеуге қиналатын оқушылардың көпшілік алдынан бөлек сабақ барысында да өз ойын жеткізуде қиналатынын байқадық. Яғни ол тікелей көпшілік алдында сөйлеуге ұялатын оқушы сабақ барысында да өзінің игерген білімін көпшілікке жеткізуде қиналатынын байқадық. Осы оқушыларды біз анықтап алып, сол оқушылармен жұмыс жоспарын құрастырдық. Мақсатына тоқталатын болсақ, осы жобамыздың негізгі мақсаты курс барысында оқушылар сөйлеу мәдениетін, сөйлеу техникасын, көпшілік алдында емін-еркін сөйлеуді игеріп шығады. Сонымен қатар қарсыластың сөйлеу пікірін, ойын дұрыс қабылдауды үйренеді. Жалпы күтілетін нәтиже жоба барысында оқушылар көпшілік алдында сөйлеуді үйренеді және де сөйлеу техникасын меңгеріп шығады. Сонымен қатар өзінде қалыптасқан қиындықтар бойынша жұмыс жасауды үйренеді. Сонымен қатар қарсыластың пікірін мәдени түрде тыңдап және де қарсы пікір айтуды үйренеді. Келесі, жалпы бұл жобамыздың ерекшелігі ораторлық өнері мен пікірсайыс өнерін біріктіре отырып, оқушыларға өз ойын жеткізуді, көшбасшылық өнерді, сонымен қатар сөйлеу техникасын игеру болып табылады. Мен психологтармен бірлескен түрде оқушыларды әзірлейтін боламыз. Яғни клуб мүшелерін анықтайтын боламыз. Келесі кезекте бізде старт пікірсайыстың бастауы атты ең негізгі жобамыз осы старт пікірсайыстың бастауы клубтың дайындық курсын ұйымдастыратын боламыз. Осы курс барысында оқушылар өзінің сөйлеу дағдыларын игеріп шығады. Әрі қарай ай сайын оқушылар арасында зияткерлік ойындар, пікірсайыс, пікір алмасулар ұйымдастырылады. Келесі жарты жылдықта әртүрлі турнирлер ұйымдастырылады. Эссе байқауы, жылдық қорытынды ретінде бізде турнир ұйымдастырылады. Енді жалпы біз осы старт пікірсайыстың бастауы клубтың дайындық жұмыстарын бойынша курсымыздың негізгі жұмыстарына тоқталсақ, курс барысында оқушыларға алдымен теориялық білімдер беріледі. Сонымен қатар курс барысында дөңгелек үстелдер, пікір алмасулар, практикалық жұмыстар ұйымдастырылады. Енді жалпы курстың жоспарына тоқталсақ, курс бір айды қамтиды. 17 қыркүйек пен 10 қазан аралығында оқушыларға курс бойынша сөйлеу өнері дегенімізде көшбасшы үшін сөйлеудің маңызды, дауыс, интонация және тыныс алуды басқару, 1 минуттық эксперимент сөз сөйлеу, сенімді және әсерлі сөйлеу құралдары, қарсы пікірге реакция, тыңдау мәдениеті, шағын аудитория алдында сөйлеу тақырыптарында сабақтар өтілетін болады.
Курстар өтілгеннен кейін ай сайын дебаттар, пікірсайыстар, зияткерлік ойындар, пікір алмасулар ұйымдастырылады. Сіздерге фото отчетты көрсетсем, бұл жерде қазан айында өткізілген іс-шара, одан кейін бізде қараша айында ұйымдастырылған іс-шара, одан кейін бізде желтоқсан айында ұйымдастырылған іс-шара, одан кейін ақпан айында ұйымдастырылған іс-шара. Бұлар ай сайын, яғни курс бойынша игерген оқушылар арасында әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Бұл наурыз айында ұйымдастырылған іс-шара белгілі бір тақырыптар бойынша әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Ол тақырыптар қамтылған жағдайда бізде тарих бойынша, қазақ тілі бойынша, сонымен қатар әртүрлі пәндерді осы курс барысында, іс-шара барысында тақырыптарды қоятын боламыз. Осы курс нәтижесінде әртүрлі оқушыларымыз, үздік оқушыларымыз, мектебіміздің үздік оқушылар анықталып, қалалық деңгейде өздерінің курсты игергенін, білімін, тәжірибесін бөлісіп, пікірсайыс турнирі барысында үздіктер анықталды. Қалалық турнир бойынша бізде пікірсайыс бойынша бірінші орынды иеленіп қайтқан болатын. Сонымен қатар Чигуда ұйымдастырылған облыстық турнирде оқушыларымыз үздік 3-ші орынды иеленіп қайтты. Осымен назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.